Сәлеметсіздер ме? Сабақтың тақырыбы Абай Құнанбайұлы «Қалың елім қазағым, қайран жұртым» өлеңі. Оқу мақсаттары: шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын анықтап бағалау, шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтау, шығармадағы көркемдегіш құралдардың орны мен қызметін талдау. Көркем шығармада көтерілген мәселелерге талдау жасау арқылы шығармашылық жұмыс, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма жазу. Шығарманың тарихи және көркемдік құндылығына баға беретін болсақ, бұл Абайдың 1886 жылы жазған өлеңі. Көлемі 30 жол. Бұл шығармада тұтас халыққа арнап айтылған терең де күрделі ойлар шерлі жүректен шамырқанып толқып шыққан. Өлең 11 буынды қар өлең ұйқасы үлгісінде жазылған. Алғаш рет 1909 жылы Санкт-Петербургте жарық көрген қазақ ақыны Ибрахим Құнанбайұлының өлең атты жинақта жарияланды. Туынды ағылшын, араб, әзірбайжан, қарақалпақ, қырғыз, татар, түрікмен, орыс, өзбек, ұйғыр және де басқа да тілдерге аударылған. Бұл өлең туралы абайтанушы ғалымдардың пікіріне көз жүгіртетін болсақ, Қайым Мұхамедханов «Қалың елім қазағым қайран жұртым» деп, туған халқының қамын жеп, жар салып, елінің бостандығын, ерікті еркін болуын көксеп отырып жазған өлеңі дейді. Айқын Нұрқатов Абай поэзиясының халықтық бағдарын айқындап берген терең арнаға салған өлең. «Қалың елім қазағым қайран жұртым». Бұл өлең халқым деп соққан ұлы жүректің ұлы махаббатына және соның трагедиялы тағдырын ойлап толғанудан туған ащы да ауыр мұңға, қам қасіретке толы дейді. Шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысы. Бұл Абайдың «Қалың елім қазағым қайран жұртым» өлеңі Ресей империясының отарына айналып, өз малын өзімдікі дей алмай, етек басты күн кешкен, езгіден езіліп, елдіктен айырылған халқының ауыр халіне қабырғасы қайысып, жаны езіліп жазған туындысы. Қазақ халқын бөлмей жармай, түгел қамтып, тұтас жолып, баршасына бағыштап айтылған өлеңнің әлеуметтік салмағы орасан. Өлеңнің алғашқы шумағынан ақ туған халқын бар жүрегімен сүйген ақынның жанын жеп, көкірегін кернеген күйлерін сезінеміз. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп екі ұртың. Бет бергенде шырайың қандай жақсы, қайдан ғана бұзылды сартша сыртың. Ақын көз алдыңызға мұрты аузына түскен, бір ұрты май, бір ұрты қан, алғашқыда шырайы сартша жылтырап тұрған қазақтың кескінін алып келеді. Осыдан кейін барып, оның ішкі әлемін, мінез ерекшеліктерін айқындап аша бастайды. Сөзден басқа ештеңені білмейтін жұртының патша әкімшілігінің малын иемденіп, жерінен айырғаны, күндіз күлкісі, түнде ұйқысы бұзылып, кәнігі қарекетін жоғалтқаны. Дәулетті дегендер көрсе қызар, іштарлық, қызғаныш, аярлық, арамдықпен күн кешетіндер. Әркім болыстыққа түсіп, жік-жікке бөлініп, бас-басына би болған бай болыс билердің елдің берекесін алғанын ашына айтады. Жұртының езгіден езілген еңсесі елдіктен айырылуы қабырғасына батады дейді Рымғали Нұрғалиев. Қалың елі қазағының ұстарасыз аузына мұртының түсуі ақынның астарлы ойы. Әдебиеттанушы ғалым Нұрқатов мұндағы ұстара сөзі әлеуметтік терең сырды, өмірдің реалистік шындығын танытып тұрған, әрі тың философиялық ойға негізделген поэтикалық образ. Ұстара сөзі екінші жағынан ұлттық сана сезім ерекшелігінің символикалық бейнесі екендігін астарлап білдіріп тұрғанын аңғару қиын емес дейді. Абай «Қалың елім қазағым қайран жұртым» дегенде халқын айтып еміренеді. Сол халқының сиқын бұзып, берекесін кетіруші, бүлдіруші адамдар бар. Зәрлі жырынның уытын ақын соларға төгеді.
олардың қандай жандар екен адақтап, анықтап айтады. Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, аузымен орақ орған өңкей қырдың. Өзімдікі дей алмай өз малыңды, күндіз күлкің бұзылды, түнде ұйқың. Көрсе қызар келеді, байлауы жоқ, бір күн тыртың етеді, бір күн бұртың. Бас-басына би болған өңкей қиқым. Мінеки, бұзған жоқ па елдің сиқын. Бұл өзі іске жоқ, қу сөз адамы, өзі сөйлесе болды, өзгені тыңдауды білмейді, мылжың, өспе, қырт. Күндіз күлкі, түнде ұйқысының бұзылу себебі өз малына өзі ие емес, сорлы. Байлауы жоқ көрсе қызардың әлеуметтік қалпы тіпті сиықсыз, тұтастық, ірілік жетіспегендіктен әрқайсысы шолтаңдап, жекке қамшы үйіріп, би болғансып, қиқымданып кеткен жерде елдің күйті кеткен, бірлік жоқтықтан, береке жоқтықтан, дәулеті шайқалып, байлық шашылған. Жыртың мағынасыз күлкіге малданған, тиянақсыз байлаусыздың түбіне жеткен елдің соры биліктен айырылып, өзгенің табанына түсіп, құл болатын ақын ашына зар етеді, дейді ғалым Рымғали Нұрғалиев. Күндестік, бірін-бірі көре алмау, етектен тарту, пыш-пыш өсек алауыздық, абай осының бәрін жек көріншілікпен қырт қылық деп жанға батыра жеткізеді. Ақын елді түзеудің амалын іздеп, басын тауға да, тасқа да соқса да жол таба алмайды, қапаланады. Халқының бойындағы кем-кетікті санамалай отырып, ақын қаншама қабырғасы қайысса да, өзіне тән кекесінді, сұсты күйінде қалған. Ырқы уысынан шыққан елдің басын қосу қиын. Барлық ойы баю, пара алу, өзгенің ақысын жеу, болыс би атану, береке бірлігі жоқ елде. Алдыға талпыныс жоқ, ұмтылыс жоқ. Тиянақсыз құр құлпыңдап, патша әкімдеріне жағымпазданып, жыртың күлкімен жүргендерге ызаланады. Ақылын елемей жүрген жұртының осындай кесірлі, ұнамсыз қылықтарынан жиренеді. Ол халқының сол уақыттағы азғындық пиғылын аяусыз сынап, елді түзеудің жолдарын ортаға салады. Абай өлеңде сыртың, қыртың, бұртың, қиқым, ырқың, құлқын, тырқың, қылпың, жыртың, астыртын сияқты бірыңғай ұйқастарды қолдана отырып, терең толғанып, айтарын саналы жеріне дөп тигізеді. Академик Заки Ахметов бұл жайында позициядағы тіпті ең қарапайым деген сөздердің өзі де ақын ой сезімінің байлығын, айрықша қуаттылығын аңдатқандай болса, жайдағы айтылатын үйреншікті мағынасынан гөрі әлдеқайда терең мәнге ие бола алады деген пікір білдіреді. Енді сабақты бекіту ретінде талдай білеміз бе әдісі арқылы қалың елім, қазағым, қайран жұртым өлең сатылай кешенді түрде өлең құрылысына талдаймыз. Топтық жұмыс авторы, тақырыбы, жанр, түр, идеясы, шумақ саны, буынақ саны, ұйқастыру әдеби теориялық ұғымдарды анықтаймыз. Жұптық жұмысқа қалың елім, қазағым, қайран жұртым өлеңінде ақын сынаған кемшіліктер біздің заманымызда көрініс тапқан ба? Өз ойларыңызды айтасыздар. Жеке жұмысқа өлеңге мазмұндық талдау жасау үш жақты күнделік әдісі. Қорыта келгенде, Абайдың бұл өлеңінде шын мәнінде дербес ел болудың алғышарттары нақты талдап көрсетілген. Ол халқының сол уақыттағы азғындық пиғылын аяусыз сынап, елді түзеудің жолдарын ортаға салған. Өзі өмір сүрген ортаны, тағдырдың талқысына түскен шырқы бұзылған халықтың бейнесін асқан шолымшылдықпен көркем суреттейді. Абай аласапыран заманда халқын біріктіріп, алдыңғы қатарлы елдер қатарына қоссам деген саналы ойға бекінеді. Бұл идея кейіннен Абай ойларын тереңінен зерттеп түсінген алаш арыстарының мұрат мақсаттарынан көрініс тапты. Үйге тапсырма: әдеби туындыда көтерілген мәселелерге өзіндік көзқарас тұрғысынан шығармашылық жұмыс, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп тақырыбында эссе жазу, өлеңнен ұнаған шумақтарды жаттап алу.